Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri xalqihi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, Рамазан айы мінекей өзінің шарықтау шегіне жетіп, ортасы болып Рамазан айының барлықтарымыздың тұтып отқан оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағаланың ризашылығы үшін ұстап отқан оразаларыңызды. Ораза деген өздеріңізге белгілі, бірінші таң рауан атқаннан бастап күн батқанға дейінгі сіздің Алла тағалаға деген ниетіңіз, сол ниетіңізді Алла үшін жасап ниеттену осы міндетті болып саналады. Екінші, біздің жаңағыдай осы ішіп жеуден және де күндізгі уақытта ерлі-зайыпты адамдар бір-бірімен қосылудан соны тыяды шариғат. Өзіңізге адал деп берілген заттардан бас тартып, сөйтіп Алла тағаланың ризашылығы үшін осындай ораза ұстап отқаныңызға Алла тағала сізге өте қатты риза болады екен. Енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Бұл хадис Алла тағаланың пайғамбарымызға айтқан сөзі, құдси хадис. Сонда барлық амалдар, барлық істер бұл пенденің өзі үшін, бірақ та ораза ғана мен үшін деп айтқан. Оның сауабын мен өзім ғана берем деген. Қияметтің күнінде Алла тағаланың құзырынан алынатын сауап осы Рамазан айындағы оразаның сауабы екен. Қалған сауаптардың барлығы біздің жаңағы екі иығымыздағы періштеміз жазып тұрады екен. Және де адамдар да көріп куә болады екен сіздің істеп жатқан істеріңізге. Ал енді тек қана оразаның ниеті, оразаның ұстағанның сауабы бұл Алланың құзырынан қияметте ғана алынатын сауап екен. Сондықтан да Алла тағаланың берілетін сауап осы оразаның сауабы барлықтарыңызға нәсіп етсін. Жәннаттың бір есігі бар дейді, Ар-Райян деген. Сол есіктен осы тек ораза ұстаған адамдар ғана кіреді дейді. Жәннатқа басқа амалдармен кіреді деп айтылмайды, тек қана ораза ұстаған адамдар ғана осы есіктен кіреді дейді. Демек, оразаның дәрежесі бұл барлық амалдардың ішіндегі бір үлкен дәреже. Сондықтан да осы оразаны ұстап жатқан кісілерге Алла тағала сансыз сауаптардан жазсын. Сол Райян есігінен кіріп оразаның қарынын Алланың құзырынан алуға нәсіп етсін бәрімізге. Алла риза болсын.